Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін өзіңіз тану сабағы алдыңғы тақырып бойынша сіздер қазір үй тапсырмасын сұраймыз. Көңіл күйлеріңіз қалай? Өте жақсы, керемет, иә. Енді үй тапсырмасын сұрамас бұрын біздер ертеңгі сабақта жаңағы тыныштық, талап, тәртіп, тазалық, татулық бесті ережесін істеп отырамыз, еске алып отырамыз. Енді оқушылар тақтадан үй тапсырмасына берген жаңағы талқылау сұрақтары бар, қарай қояйық. Екі топ, бір сұрақтан қазір жауап береміз. Озан жауап бере ғой, үй тапсырмасын. Озан жауап бере ғой, үй тапсырмасын. Дайынсыз ба? Жоқ. Серік жауап бере ғой. Жақсы, айтамын. Айналада адамдардың бейбіт қарым-қатынаста болу үшін Гандиден қандай үлгі алуға болады? Гандиден этникалық тұрғыда қарайтын болса, олар адамға көзқарас жақсы, адамгершілікпен жақсы қарым-қатынаста болу арқылы адамдардың сүйіспеншілігіне бөлене аласың. Сондай үлгі алуға болады. Осындай үлгі алуға болады. Жақсы, рахмет. Келесі бірінші сұраққа жауап береді. Бірінші сұраққа Лена жауап бере ғой. Әлемнің қоғамдағы туралы этикалық көзқарасынан қандай ой түйдіңіз? Қандай ой түйдіңіз, иә? Өзің ойыңменен жауап бере ғой. Қандай ой түйдіңіз? Жауап бере қойыңыз. Одан жауап бере ғой. Махатма Ганди өзінің өмір жолы көптеген қиындықтарға төзе білген, және де ол өзінің менің өмірім атты кітабында өзіне өмірі жайлы, өзінің басынан кешкен қиындықтары жайлы баяндаған болатын. Жақсы, рахмет оқушылар. Енді оқушылар бүгінгі тақырыбымыз қоғамдағы бейбітшілік пен келісім. Екінші сағатымыз қоғамдағы бейбітшілік пен келісім. Дәптерімізді ашып, бүгінгі тақырыпты жасауға қояйық. Енді дәйек сөзге зер сала қояйық. Адамның жақсысы адамға сүйіспеншілікпен қарағандар. Ал дәйек сөздің мәнін кім ашады? Дәйек сөздің мәнін кім ашады бізге? Серік айта ғой. Адамның жақсысы адамға сүйіспеншілікпен қарағандар. Адам жақсысы адамға сүйіспеншілікпен қарағандар. Адамдар мысалы бір-біріне әртүрлі көзқараспен қарауы мүмкін. Мысалы бір-біріне адам сырт келбетінен оның қандай екенін білу мүмкін емес. Сондықтан адам жақсы араласқаннан кейін ол адам қандай екенін біліп, оған қандай адам болмасын сүйіспеншілікпен, адамгершілікпен қараған дұрыс деп ойлаймын. Рахмет. Арсен айта ғой. Адамның жақсысы адам үшін сүйіспеншілікпен қарағанда, адамның бір-бірімен жақсы сөйлескенде демек басқа адаммен жақсы мәміледе болған адам бір-біріне сүйіспеншілікпен жақсы болу керек, адамдармен жақсы сөйлесу керек. Адам бір-біріне жақсы мінезімен бір-біріне жақсы қарап, жақсы араласып, жақсы нәрселер
нәрсе ол бізге оған ауызша айтқан эми артынан окуюңуз керек, окуюңуз болот деген. Отырам. Келесі Олжан. Адамның жақсы адамға сүйіспеншілікпен қарағанда әр адам сөйлескенде де бір-бірін сүйіспеншілікпен жылы қабақ таныту керек. Мен сөйлеспеймін. Отырам. Рахмет. Адам бір-біріне жақсы қарым-қатынаста болу керек, жақсы сөйлесу керек. Адам бір-біріне сүйіспеншілікпен қарау керек. Отырам. Рахмет. Олай болса оқушылар, бүгінгі жаңағы тақырыбымыздың жалғасы бұл. Алдыңғы тақырыбы бейбітшілік. Жалпы жаңағы бейбітшілік өмірде біздер қазір керемет өмір сүріп жатырмыз, иә? Соғыс болмай өзіміз заманымыздың осындай жаңағы мектебімізде мысалы жаңа технологияларды пайдаланып бәрі де неге байланысты? Тыныштыққа, бейбітшілікке байланысты екен. Осындай жаңағы жарқырап отыруымыздың өзі бізге бір есептейміз, дұрыс айтасыздар. Олай болса оқушылар, мына алдарыңыздағы бейнероликке назар аудара қойыңыздар. Бауыржан Момышұлының өміріне. Өткен кезде менің жасым 35-те. Ол кезде 9-шы гвардия дивизиясының командирі болатын. Ал бүгін болатын болса, жасым 70-те. Сонда 35-те қоссам 70 болады ғой. Аман есен соғыстан өзінің азаматтық борышын орындап қайтқандарын білемін. Қазақта мақал бар, көп жасағынан сұрама, көпті өлім сұра деген. Жалғыз мен емес, біздің ұрпақ. Орысшылықта наше поколение. Біз көпті көргендердің біріміз. Азаматтық борышымыздың бірі өсіп келетін ұрпаққа. Біздің ата-бабаларымыз қандай кісілер болған, қандай өмір сүрген, өзіміз қандай болдық, қандай өмір сүрдік. Біздің өміріміз өте қиын жағдайда болды. Әсіресе бәрін айтып дегендей, ұлы отан соғысы. Адам тарихындағы бірінші үлкен соғыс. Адамзат тарихында. Соған біздің ұрпақтар қатынасты. Жаңа айттым ғой, сол өзіме жарты жігітен соғыстың аяғы 35-те болатын. Қазір болатын болса, өздерің көріп отырсыңдар, 70-тегі шалма. Менің үлкендері де бар, соғыс қатынасқан, құрдастарым да емес, менің кішілері де бар. Сөйтіп, жаңа 70-темін дедім ғой, 70 жастың 25 жылын мен әскер қатарында жұмыс істедім. Соғыс кезінде командир дивизия болдым. Соғыстан қайтып кетіп қойдым. Қайтып келгеннен кейін 5-6 жыл, сонша жылдан кейін әскерден босандым. Елге келдім. Мен ешқандай әдеби жағын мектеп деген кісі емеспін. Институт университетке оқыған емеспін. Әлі Максимов айтады ғой, май университеті. Ол кісі әлі университетте берген екен. Сонда май университет деген сөзі менің университетім халықтардың арасында араласып өмірді көрдім деген мағынада айту керек. Ал менің жазушы болатын себебім сол көрген білгенді, өзімен қатар жүрген жігіттер, жауынгерлерді, ұстаздарымды, солар туралы жаңашылдығымды айтып берейін деп кітап жазуға кірістім. Кітапты мен 2 тілде жазамын. Өзім ана тілі қазақ тілінде жазамын. Содан кейін орыс тілінде жазамын. Аудармашы, переводчик дейміз ғой.
перевод деген мен істетпеймін, өзім жазамын. Орысша, қазақшаға. Содан әйтеуір сәтті болсын. Оны жазған себебім салмақты. Ол кісі менің үлкен ұстазым болды. Сол ұстазымды көп нәрседе еттім, көп нәрсе сол үйренгім сол кісіді әлгі ескерткіш ретінде естелігімді жаздым. Оны өзім парыз деп таптым. Жақсы оқушылар, бейнероликті тамашаладыңыздар. Енді Бауыржан Момышұлы кім? Бейнефильм кейіпкерлерінің өмірлік ұстанымы қандай болды? Құндылықтары мен қасиеттері қандай? Осы бейнежазбадан қандай ой түйдіңіздер? Қандай ой түйдіңіздер? Бауыржан айта ғой. Бауыржан Момышұлы ақын, жазушы және де соғыс майдангері болған. Бауыржан Момышұлы отан алдында өз борышын қалай өтеді? Бауыржан Момышұлы 35 жасына соғысқа қатысқаннан 70 жасына дейін өмірін көріп келген кісі. Қазіргі кезде 70 жасында сұхбаттасқан болатын. Бейнефильм кейіпкерінің өмірлік ұстанымы қандай құндылықтар мен қасиеттерге негізделген? Әрбір адам азаматша өзінің болашақ, өзінен кейінгі болашақ ұрпақтың жағдайын ойлауы тиіс. Бейнежазбадан қандай ой түйдіңіздер? Біз әрқашан өз елімізді, отанымызды, ана тілімізді қорғай білуіміз керек. Аралықта жаңағы өзіміздің отанымызды қорғай білуіміз керек. Бауыржан Момышұлы әрі жаңағы батыр ағамыз, иә? Серік айтамын, қандай ой түйдің осы бейнежазбадан? Осы бейнежазбада бізге Бауыржан Момышұлы өзінің ұлы отан соғысына қалай барғанын, қалай келген және армиядан келгенде оны қандай өмір көрген, бізге қандай талаппен, бізге талап қойып, бізді алға ұрпақты жақсы жағына тәрбиелеу керек екенін айтқан. Отырамын. Нұртоқсан айтамын. Рахмет. Бауыржан Момышұлы атамыз соғысқа қатысқан, 30 жасында соғысқа қатысқан. Отанына борышын өтеген қазақ ұрпақтарына осындай өнеге қалдырған. Өнер жаңағы ұрпақтарына өзінің ғибрат сөздерін, ерліктері жөнінде айтып отыратын еді. Рахмет. Келесі. Арыстан айтамын. Қандай ой дейміз? Burada Bauurjan Momышұлымыздың отан қорғауға шақыруының насихаттауына және ана тілімізді құрметтеуге шақырды. Жастарды қазіргі Отан алдында борыш өтеу қазақ азаматына парыз. рахмет. Міне оқушылар жаңағы бүгінгі жаңағы бейнероликті, яғни өзіміз қандай жаңағы ойымызды айтып, яғни білетін болсақ, бүгінгі тақырыпта сол осы Бауыржан Момышұлына арналған, иә оқушылар. Енді жаңа ақпаратқа зер сала қояйық. Жаңа ақпаратқа зер сала қояйық. Жаңа ақпаратқа зер сала қояйық. Серік оқиғын. Әрбір адам айналасында адамдар сүйіспеншілікпен қараса, әлем бірте-бірте үлкен бір отбасыға айналады. Сондықтан сүйіспеншілік пен риясыз қызмет өте ұқсас ұғымдар. Риясыз қызмет пен сүйіспеншілік болу үшін ойымыз, сөзіміз бен ісіміз таза шынайы болу керек. Адамдарға риясыз қызмет көрсетіңіздер, сонда ғана шынайы сүйіспеншілікке бөленесіздер. Отырамын. Жүрек тазалығы, рахмет. Өлеңді оқи қояйық. Жаралған жүрек таза. Нұртуған Күнжелұлы. Жаралған жүрек таза. Жаралған жүрек таза әуел бастан, сақтанып таза ұстап алашастан. Ноқаттай жүрегіне кіршік түссе ойына, ол ұлғайып кірер тастан. Қарайған жүрегінде болса тәтім, жоғалар аңсап мейірім махаббатым. Жүректі қара ниет жайлап алып, айналар тойымсыз қанағатым.
өзімшіл адамдыққа нәпсімасыл зұлымдық сол үйретер айлатасың. Жаралған бойыңдағы бар мүшемен таза ұстай білсең егер жүрек асыл, жүректі өте қиын таза ұстар, оған жат зорлық қулық арба баулау, арамдық жалғандықты ол сүймейді, мақсаты таза жүрек арды жақтау. Рахмет, отырамын.